басқа жақта капиталды мұздатып тастау, замораживать дейді ғой, қатырып тастау, ол не сияқты, қиянат сияқты мен үшін. Не дейді? Үлкен дағдарысқа келе жатқан сияқтымыз. Дәл осы жағдай тек Қазақстанда емес, әлемде. Ол ақша қайда кетті осы гәп? Застройщиктердің қалталарына кетті. Ипотека арқылы үкімет инфляцияны қоздырып жатыр. Енді сен де еркек болған соң жай отырмайсың ғой. Шегінетін жер жоқ, не істеймін деп далада жатпайсың ғой. Үйдің өзіндік бағасы мен сату бағасының айырмашылығы 3 есе дейді. Яғни 3 есе үстеме баға қояды. Бұл дегеніміз не? Халыққа 5% саған льготалық несие береміз дейді, бірақ 3 есе қымбат бағамен үй сатады. Халықты тонап жатыр ғой олар. Тонап жатыр, натурально. Бүгінгі төбелесті көрдің бе? Шавкат. Рахмоновтың ба? Шавкат молодец, айғыр, жеңді әйтеуір. Ризасың ғой? Ризамын, өте ризамын. Тағы біздің тәуелсіздік күніміз өтіп кетті ғой. Құтты болсын. Құтты болсын. Барлығыңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Дұрыс. Мәңгі болсын тәуелсіздік. Мәңгі болсын. Еліміз мәңгі болсын. Аумин. Не дейсің ипотека жөнінде? Ипотека жайында оқыдым. Кейін ойым көп негізі ипотека жайында. Ипотека сөзі былай не мағына береді білесің бе? Жоқ. Ипотеканы, именно ипотека деген сөздің не екенін білмеймін. Бірақ қайдан шыққанын білемін. Ағылшынша сөзін білемін. Ипотека деген гректің тілінен шыққан екен. Жалға мысалы бір дүниені қарызға алатын болса, бана бір дүниеңді кепілдікке қоясың ғой. Сол кепілдікке қойған кезде андай қазық қаққан екен. Жер мысалы, жерді кепілдікке қойып қарыз алдың ба, сол жерге қазық қақып қойған грек мемлекеті кезінде. Сол қазықты ипотека деп атаған да, сол жазып. Ипотека дегенді естісем, көз алдыма қазық түседі ғой сразу. Сондай, жалға кепілдендірілген бір нәрсені кепіл ретінде қойып, жалға ақша беру, немесе соған ұқсас келген дүниені ипотека деп атаған дейді. Егер Википедияға сенетін болсақ. Мен ағылшынша сөзін білемін ғой, mortgage дегенде. Сосын ол сөз негізі француз тілінен шыққан екен, mortgage деген сөз. Ағылшынша death pledge дейді екен. Өміріңнің соңына дейін, өлімге дейін қарыз деген дейді. Өлімге дейін қарыз. Морт деген өлім деген сөз. Орысша залог до смерти деген да. Енді қазақшасы қалай екенін білмеймін. Кепілдік. Өлімге шейін кепілдік деген. Mortgage деген. Морте, өлім. Mortal Kombat деген бар ғой. Өлім деген білдіреді ғой. Морт деген өлім деген сөзі, мен өлгенше төлейсің деген сөз емес пе? Өлгенше төлейсің деген емес, енді залог до смерти деген. Болмаса кейбір пікірлер бойынша ол керісінше аяғы бар деген нәрсені мағына береді дейді. Ол өлім деген аяқ қой. Сен қарыз алдың ба, қарызыңның бітетін бір мерзімі бар деген сөз деп келеді. Қызық, ағылшынша деректерде ондайды көрмеппін. Негізі тағы бір қызық зат бар екен ипотекаға байланысты. Ол ең бірінші рет заң ретінде заңға енгізілген ипотека 1190 жылы Англияда. Мен соған таң қалдым, ойлашы. 1190 жылы. Қазақ хандығы қашан құрылды? 1664 жылы. 1465. 1465. Кешірім сұраймын. Ойбай. Ойбай. 1190 жыл. Өзім таң қалып отырмын. Негізі ипотека өте мынандай сұрақ қой, щепетильный сұрақ қой қазақ халқына. Өйткені әр адам өзіне үй алғысы келеді. Сол. Енді бәріне ортақ зат, бәрі ипотека туралы біледі. Біз айтпасақ да. Бірақ бұл теманы кішкене ашқым келеді. Бұл тема туралы сөйлескім келеді. Өйткені мен білемін, сенің ойыңды тыңдағым келеді сол жайында. Енді ипотека деген сөз, мысалы батыс өркениетінде қарыз алушы бар, және қарыз беруші, да?
біз түсінуіміз бойынша қарыз беруші борышкерге қарағанда сәл үстем екені көрініп тұрады да. Мысалы мен саған қарыз беріп тұрмын ғой, егер қарызды уақытында қайтармасаң сенде штраф, сенде пеня деген сияқты бәрібір өзінің үстемдігін көрсетіп тұрады да. Ал қазақта іс әрекет олай жасамаған. Қазақта айтқан, шықсақ төбеміз бір болсын, жатсақ көріміз бір болсын дейді. Ол деген сөз, ол шариаттық ипотекаға келеді. Исламдық ипотека деген естуің бар ма? Жоқ, естімеппін. Исламдық ипотека бойынша 3 типі бар. Теңдік қой ол. Енді біріншісі иджара, мурабаха, мушарака деп келеді. Иджара дегеніміз ол кейін сатып алуға мүмкіндік беретін аренда. Түсініп тұрсың ғой. Өзің жалға алып тұрасың, кейін сатып ала аласың, жалға алып тұрған. Иә. Екіншісі мурабаха дегеніміз ол банаға қарыз беруші. Сен таңдаған пәтерді өзі сатып алады, үстеме бағасын қояды, сөйтеді де сол бекітілген үстеме бағаға саған өткізеді. Сен сол үстеме бағасымен қосып төлеп отырасың. Сондай. Ол өспейді да, пайыз ретінде емес. Былай мысалы мен 100 мыңға алдым. Жылы көбейсе де пайыз ретінде өспейді. 100 мыңға алдым, саған 120 мыңға саттым. Қарсы емессің. Сондай да. Ал бізде осындай ипотека болса күшті болатын еді. Соған келе жатырмын ғой. Бана мушарака дегеніміз ол бір мүлікке 2 адам иелік етеді. Мысалы бірнеше адам. Мысалы мен мүліктің осынша аумағын мен алдым, мен осыны төлеймін деген сияқты келеді. Ал сен мына бөлігін аласың дейді. Теңдік мағынасында. Акция дейді, получается, бірдің акциясы дейді. Иә. Мысалы биткоиннің өзінің бір несі, философиясы теңдік қой. Мысалы ол жерде бір арада делдалдар болмайды, бір пайыз берушілер болмайды. Анау peer-to-peer дейді ғой, мысалы пирингтік төлем жүйесі. Теңдік сол мәселе ғой ипотека дегеніміз. Сол исламдық шариатта бар, бізде Қазақстанда бар, аты есіме шығып тұр, бірнеше компания өзін сондай исламдық ипотека береміз деп өзін айтады, бірақ нақты білмеймін, оларға сенуге бола ма, болмай ма. Себебі ол жерде бірнеше шарттары бар. Бірінші шарт, сен рискті ортаға алуларың керексің де. Екінші шарт, ол жерде ешқандай пайыз болмау керек. Үшінші шарт есімде жоқ. Төртінші шарт, андай өз ұйым бар. Auditing, accounting, organization, Islamic Financial Institutions деп. AAOIFI деген. Солардың аккредитациясын алу керек қой. Солардың тексерілуі керек. Сақтап қалдың оның бәрін. Сол примерно аудит бар, бухгалтерия бар деген түсініп тұрмын ғой, организация. Шо енді сөзде ол күшті, пайыз алмаймыз деп тұр да, бірақ іс жүзінде қалай екен? Пайыз ала ма жоқ па? Білмеймін. Егер біреу біліп жатса, былай пікір жазып кетсеңіз. Иә. Менің әкем, есімде жоқ, 2019 жыл ма, 2018 жыл ма, сол ипотека алғысы келгенде, сол исламский бір банкқа барған. Атауын білмеймін, шын айтамын. Бірақ осындай факт болған, барған. Енді сауалдарын қарамай ма? Не керек? Соңында не болады? Плюс-минус сауалдары ипотека сияқты, кәдімгі традиционный ипотека сияқты. Переплатасы да сонша дегендей. Бірақ просто рассрочка ретінде көрсетілген. Бірақ если традиционный ипотекамен алсаң, осы исламский ипотеканы алсаң, плюс-минус ақшалай дәл сонша төлейсің деген сөз да. Бірақ процентті басқа томмен атасаң, ол сол процент болып қалады ғой. Үстеме баға деп тұрсың ғой. Мысалы мен ойлаймын да, 20% үстеме баға нормальный деп ойлаймын. Мысалы, бірақ 300% үстеме или 200% үстеме дұрыс емес деп ойлаймын. Құдай-ай. Білмеймін енді ол исламский банк па жоқ па, бірақ исламский ипотека деп айтқан сол кезде. Қазір бар ма ол банк, жоқ па, оны да білмеймін. Жалпы ипотека деген сөз менің пікірімше, мысалы өзің білесің ғой, 2008 жылы дағдарыс болды, әлемдік дағдарыс. Ең негізгі себебі ол ипотека, мысалы. Анау CDO деп келеді ғой. Collateralized debt
obligations деп келеді, иә. Мысалы ол деген сөз бағанағы бір банк ипотеканы алып, арада бір облигация шығарып, басқа біреуге сатып деген сияқты. Содан шыққан деривативтарды көбейте берген ғой. Мысалы бірінші дериватив, мысалы облигация деген негізі оңай зат қой. Негізі облигация деген сөз оңай зат. Облигация біреуге қарыз деген сөз ғой негізі. Сен ипотека алып тұрсаң, значит сенде облигациялық қарыз деген сөз ғой. Сенде сол банк сенен облигация алып тұр деген сөз ғой, получается. Анау қайтарымсыз ипотекалардан шықты ғой даудың басы. Сол Дайрабайдың сиыры деген сияқты, ол ипотека болып тұр ғой негізгі мәселе, да. Қазіргі таңда Қазақстанда, мысалы, 1 июльге шейін 23 жылы 507 мың ипотека алған адамдар бар дейді, мысалы. Көп емес сияқты меніңше. Ипотека алып. Ну, бәрібір де қалай айтсам болады? Мәселе қайда жатыр? Мәселе менің ойымша бізде үлкен дағдарысқа келе жатқан сияқты, CDO сияқты. Қазақстанда, әлемде. Әлемде ма? Кімнің Фрэнк Портной деген кісі бар, білесің ба? Бұрынғы дериватив сатушы Уолл-стритта. Соның кітабы бар. Кітап емес, мақала болу керек. Fiasco, Blood in the Water on the Wall Street деп келеді. Ол жерде айтады, анау CDO деген анау банағы кепілдендірілген қарыздық міндеттемелер ғой. Ал ол жерде CLO деген, ол collateralized loan obligations, ол кепілдендірілген несиелік облигациялар, қарыздар. Ол жерде кейбір ақшалай қарыздар, да? Ақшалай қарыздар. Қазақстанда да сол, ақшта да сол, әлем бойынша сол. Кейбір қарыздар. Қазақстандағы әр адам Каспийден қарыз алған шығар сол. Иә, сен өзің айтып тұрсың ғой. Мысалы, Каспийде арестім, таксиге отырсаң да Каспий аресте деп әйелін қойып алады деген сияқты бар ғой адамдар. Иә, бар. Ол деген сөз Қазақстанда болсын, әлемде болсын, арты қайтарымсыз несиелер көп беріліп жатыр. Ол бізде оландай ісіп жарылатын дүние болып тұр да. Соған келе жатқан сияқты. Кіріске қарамай, адамның кірісіне қарамай несие беріп тұрма, сонда асырып. Иә. Бана кісі өз сол еңбегінде сол туралы жазады. Келе жатыр депші. Үлкен жарылыс болады депші. Ана ипотекалық дағдарысқа қарағанда қиынырақ депші. Осы жерін кеспейсің ғой? Болмаса прикол үшін қойып қойсаң болады. Иә. Жоқ кетті. Блин, сол үшін жолдың бойында қалдыруға ұнатпайды машинаны. Алдынан КамАЗ өтіп кетсе, бірден сол кетеді. Дырылып кетеді ме? Иә. Бағанағы CLO туралы айтып жатқан едік, иә. Енді Қазақстанда қайтарымсыз несиелердің рейтингісі NPL бар ғой, білесің ғой? Non-performing loans ба? Оның деңгейі қазір қанша деді? Бірінші қаңтарға 24.254 миллиард доллар болса, бүкіл қарыздық судный портфель дейді ғой. Ана қарыздық портфелі Қазақстанда 21 банктың ішінде 24.254 миллиард теңге келеді енді. Статистика бойынша. Оның ішінде 854 па, 874 миллиард па қайтарымсыз несиелер, NPL. Доллар ма, теңге ма? Теңге. Доллар дедім ма, теңге дедім ма? Иә, теңге. Басында доллар деген сияқты, сол үшін таңғалып отырмын. 21 миллиард. 24.254 миллиард теңге. 24 триллион, да, получается? Иә. Көп екен. Соның ішінде 800 пәленбай миллиард теңге қайтарымсыз деп біледі. Біздің жылдық бюджетіміз қанша? Бір 10 миллиардтан аса ма? 14 миллиард, 10 миллиард солай шығар? Еліміздің жылдық бюджеті. Қазір нақты айта алмаймын енді. Жаза салыңдар, білетін болсаңдар. Иә, соның бұл дегеніміз не? NPL қайтарымсыз бағана несиелер, олар 3,4%, 3,4% деп келеді. Халықтың санын алғанда ма? Қанша? Бағанағы жалпы қарыздың ана қайтарымсыз қарыздарды азайтқан кезде ғой, соның үшін пайыздық мөлшерлемесі. 3,4%. 3,4%. Бұл да көп емес сияқты ғой? Көп емес сияқты, бірақ өтірік, мен жалған, мен ойымша айтып қойайын. Неге дейсің ғой?
Себебі 2011 жылы NPL-дің деңгейі NPL 90+ деп келеді. 90 күннен асырып төлемей кеткен адамдардың тізімі. 2011 жылы 30,8% болған. 2012 жылы 29% болған. 2013 жылы 31% болған. 2003 жылы не болады дейсің ғой? Президенттің қаулысы шығады. Анау қайтарымсыз кредиттердің бөлігін азайтыңдар деген. Қанша пайызға жеткен кезде азайтыңдар деген сонда? 2013 жылы 31%-ға жеткен кезде. 31%-ға жеткен кезде. Сөйтті де олар не істеді? 2015 жылы ол пайыз 23% болды. NPL-дің бөлігі. И 2015 жылы 8,5% болды. Қалай дейсің ғой? Бір жыл ішінде байып кеттік па біз? Бір жыл ішінде қазақтың не дейді, дәрежесі, өмір сүру, әл-ауқат жақсарып кетті деп ойлайсың ба? Жоқ. Ол жерде не болды десең, менің ойымша, енді президент айтқаннан кейін бірнеше операциялар жүзеге асты. Қандай? Банктерді лицензияларынан айырды. Мысалы, қандай бар? Азия кредит банк кетті сол жылдары. Астана банкты? Тенгри банк кетті, Капитал банк деген. Қазақ банк деген болды еще, да? Олардың тарихын нақты біліп тұрған осылар. Анау Ботабанк, Альянс банктардың да көзін жойды дегендей ғой. Сосын не болды дейсің тағы да? Бұл халықтың әл-ауқаты жақсарған жоқ. Тағы да банкте тұрған адамдардың қарыздарын, несиелерін қайтарымсыз коллекторларға өткізіп жіберді. Түсінесің ба? Сонда статистика күшті болып қалады да. Ол өзінің қарызы емес, қайтарамыз, ол коллекторларға берген. Ал коллекторлар бәрібір де жинап жатыр ғой сол қарызды. Иә, бәрібір халықтың әл-ауқаты жақсарып кеткен жоқ. Демек статистикалық мәліметтерге сенбеймін дейсің. Мен сенбеймін. Енді одан кейін реструктуризация жасады. Ана кейбіреуінкін просто 90 күн алды да, қайттан нөлден бастаймыз деп ше, графигін ауыстырып. Сөйтті де статистиканы жақсартты. Ол деген сөз не? Мысалы, жерден нәжіс сатса, нәжістің бетін салфеткамен жауып қоя салды. Ол нәжіс тазарған жоқ қой. Бірақ оның арты бар да, оның иісі бар дегендей, түсінесің ғой? Сөйтті да біз өзіміздің өтірік статистикамызбен еліміздің хал-ауқатын жақсартамыз деп, ол не дейді? Үлкен дағдарысқа келе жатқан сияқтымыз. Дәл осы жағдай тек Қазақстанда емес, әлемде. Осы бар макроэкономикалық көрсеткіштерді қараған жоқпын. Бірақ былай оқисың ғой енді несие туралы, несиенің қандай түрлері бар екен, сосын қазір қазақстандықтар алып жүрген бұрын 5-20-25 дейді ғой. 5-20-25 болды ма? Қазір 7-20-25 болып кетті ма? Сондай бірдеңе кетті ғой. Сол ипотека болды, бірақ мен алмадым, барған жоқпын оған. Негізі ипотекаға басқаша қараймын да. Өзім оған қарсымын негізі. Сен мысалы ол ипотеканы бірнеше түрмен алуға болады екен. Біріншісі, әрдайым ақшаны жинап, бір 50% ба, 20% ба жинап алу керексің. Өзіңнің үйін алмақшы болған үйіңнің құнының 20% ма, 50%-ын жинап алу керексің да, постоянно. Мен негізі бизнесмен болғаным үшін, бүкіл затқа бизнесмен ретінде қарағаным үшін, басқа жақта капиталды мұздатып тастау, замораживать дейді ғой, қатырып тастау, ол не сияқты, қиянат сияқты мен үшін. Сен ол капиталға қанша ретерн алып келеді екен білмеймін, бірақ по-любому депозиттің бар ғой, жылдық пайыздық мөлшерлемесінен аз деп ойлаймын. Анда жатады ғой Жилстройсбербанктағы ақша, мысалы қазір мысалы 14-15 болса, 15%, 14% алып беріп тұрса, депозитте жай жатқан ақша, по-любому сол Жилстройсбербанктағы қайтарым аз деп ойлаймын. Азғантай суммаға мүмкін көп шығар, андай не бар екен, государственное вознаграждение дейді екен да. Мысалы жыл бойы салып тұрсаң, үстінен тағы үкімет ақша салып қояды екен. Меніңше ол қиянат, математика бойынша да қиянат. Енді жақсы ақша табатын болсаң, мысалы сен 50%-ын салып қойып, мысалы ақшаның 50% бар мысалы, пәтерінің құнынан 3 жыл жату керек екен да. Ол ақша 3 жылда теңгемен не болатынын ешкім білмейді. Сол үшін мен ойлаймын да,
мысалы менде ипотека жоқ, мен квартираны жалдаймын, бірақ өзімде қалып тұрған ақшаны мен жинаймын да, өзім ақшаны, оған көбірек реторн алып келемін. Реторн деген мысалы сен салып тұрған ақшаға қанша пайыз қайтарылады деген сөз ғой. Осы жатқан ақшаға қанша пайыз келіп тұратыны. Жылдық пайыздық мөлшерлеме деуге де болады. Мысалы, егер Қазақстанда қазіргі таңда, қазір желтоқсанда жылдық пайыздық мөлшерлеме 14% болса, депозитте 14/1 ма 14% болса, мысалы мен өзім 20-25%-дай алып келе аламын өз ақшама, қатты қиналмай. Бірақ если ол ақшам еще жұмыс істейтін болса, бизнесім болса, одан көп алып келуге де болады. Сол үшін мен өз ақшамды ипотекаға салмаймын, бизнесіме жіберемін, немесе депозитта жатады, ол жұмыс істейді әйтеуір. Ана Абрахам Маслоу бар ғой, пирамидасы. Иә. Ана қажеттіліктер пирамидасы. Иә. Енді анау ең бірінші қажеттілік ол тамақ, үй, баспана. Тамақ, киім, баспана болып келеді. Енді баспанасы жоқ халық не істеу керек мысалы да? Ол бір жерде тұру керек қой. Базалық қажеттілік қой ол. Мен енді бәріне не деп айта алмаймын, кеңесші деп айта алмаймын. Мендей жасаңдар дегендей. Андай өзімнің өз ақшама алынған баспанам болмаса да, мен баспанан жалдаймын. Баспанам бар. Мысалы, соңғы 5 жыл ішінде 3 қаланы ауыстырдым. Даже 4 қаланы ауыстырдым. 4 қалада тұрдым. Астанада тұрдым, Ақтөбеде тұрдым, Қостанайда тұрдым, қазір Алматыға көштім. 2 ай болды Алматыда тұрып жатырмын. Мынандай нәрсені айтып кету керек. Ақтөбеде жақсы жерде тұрдым. Үйімде жақсы болды. Қостанайда да жақсы жерде тұрдым. Үйім жақсы болды. Астанада да жақсы жерде тұрдым. Үйім жақсы болды. Алматыда да жақсы жерде тұрып жатыр. Құдайға шүкір. Районда жақсы, үйім де жақсы. Жалға алудың артықшылығы бар. Мысалы, сен ипотека алып қойсаң, бір жерде тұрасың ғой. Әр адамның жағдайы әртүрлі болып тұрады. Бірақ көбісі 80% дейік, доступный жерден алады. Доступный жер қаланың бір шеті болуы мүмкін. Мысалы, Алматының қаланың шеті болуы мүмкін. Сен кейін ауданы кішкентай болып қалуы мүмкін. Квартираның квадратурасы. Адамдар алданып жатыр ғой анау мәселеге. Меніңше солай. Мысалы, егер мен өз квартирамды, мысалы айтады да адамдар, мә сен ипотека алсаң айына мысалы 140 мың, 200 мың төлейсің, ал қазір жалға алып жатқан кезде 500 мың, 700 мың төлеп жүрсің дейді да. Иә. Көбісі сөйтіп айтады. Бірақ менің квартирамды ипотекаға алсам, мен бәрібір 500-700 мың төлеймін. Минимум. Еще первоначальный взнос салып қою керекпін. Понимаешь? Сол жағы маған ұнамай тұр да. Менің квартирам 500-700 мың төлеп тұрсам да, мысалы, сондай квартираларға. Бірақ олардың бағасы да көп болады. Соны первоначалканы салып қою керексің. Мысалы, мен қазір тұрып жатқан квартира қанша? 92 миллионға сатам дейді. 3 комнаталы квартира. 92 миллионға сатам деп тұр да. Сұмдық. Мен бір однокомнатный квартирада тұра алмаймын мысалы. 2 балам бар, әйелім бар. По-любому 3 комнатный квартира керек маған. Жай бос бөлмеде тұра алмаймын. Удобство керек маған. Соответственно, ішінде суреттері болу керек, шкафтары болу керек, кітаптар көп менде мысалы үйімде. Кітаптарға шкаф керек. Жататын орын керек адамша. Условия дейді ғой. Оның бәрі қажет. Ал енді анау суырдың да іні бар дейді ғой мысалы. Енді сен жұмыс бабымен жүрсің ғой әр жерде. Иә. Ал енді алай-дүлай өмір енді әртүрлі ғой, форс-мажор жағдай болып жатса, сенің қайтып бара алатын бір базаң бар ма? Жоқ. Қайтып оралатын? Шегінерге жол жоқ дейсің ғой. Шегінерге жол жоқ, иә. Құдайға шүкір, басымыз бар. Қандай не болмасын, ситуация болмасын, қандай жағдай болмасын, бірдеме ойлаймыз, бірдеме ойлап табамыз. Енді сен де еркек болған соң, жай отырмайсың ғой. Шегінетін жер жоқ, не істеймін деп, далада жатпайсың ғой. Да. Байқадың ба, аномалия, квартиралардың бағасы аномально өсіп кетті. Иә. Өтте ақылға сыймайтындай өсіп кетті. Не үшін деп ойлайсың? Өйткені, мысалы,
5-20-25-тің 5-20-25 болды ғой, бәрі бүкіл халық сол жаққа кетті, дұрыс па? Бірақ бүкіл халық арзан несие алып тұр, дұрыс па? Арзан ипотека алып тұр. Халыққа арзан болғанымен ол гэп дейді ғой, ол гэпті кім төлеп тұр? Пайыздық мөлшерлемемен, мысалы гэп тұр, мысалы 5% болса, үкімет. Да, үкімет төлеп тұр, дұрыс па? Үкімет қай ақшадан төлеп тұр? Салық төлеушілердің ақшасынан, сосын неден? Аты нет? Ұлттық қор. Ұлттық қор, иә, бізде ұлттық қордан төлеп тұр. Ол ақша бітті. Дұрыс қой? Содан кризис бастады. Бірақ ол ақша қайда кетті, осы гэп? Застройщиктердің қалталарына кетті. Міне, қайда жатыр әңгіме, да? Олар байып жатыр, да, понимаешь? Олар жылап жатыр. ТикТокта не көргем видео? Ассоциация строителей Казахстана деген бар. Бір адам шығады, енді бізге жақсы не керек, ипотечный программа керек, иначе халықтың тұратын жері жоқ деп айтып тұр да. Популистический нелер айтады, лозунгтар айтады. Бірақ корень бар ғой, тамыры, түп тамыры қай жерде? Мен азырақ ақша алып жатырмын, я меньше зарабатываю. За ту стоимость, за которую я строю дом, народ не хочет покупать квартиру, понимаешь? Аномалия, матрица пайда болады да, нереальный зат пайда болып отыр. Иә, осы жерде айтып кету керек. Мысалы, мен осы жақында Инстаграмда бір жігіттің бақылауын көрдім. Иә. Мардан Кинг ба, сондай Мардан Король ма, Мардан Патша ма, сондай біреу. Иә, сол жерде ол екі чекті салыстырады. 2022 жылы алған дүниесін 2023 пен салыстырады, қателеспесем. Сол кезде 16 мың теңгеге алған дүниесі, или 26 мың теңге ма, 26 мың теңге алған дүниесі 34 мың 500 болып тұр. Қазіргі уақытпен салыстырған кезде. Дәл сол заттарды алсаң, ол иә. Ол дегеніміз қанша пайыз? Ол дегеніміз 25% ғой, қателеспесем. Қанша болды сол? Анау жылы қанша болды сол чек? 26 мың теңге болған чек, қазіргі жылы 34 мың 500 ба, сондай. Бір жыл ішінде ма? Иә, бір жыл ішінде. Мен кімнің сторисында көрейін, Батырхан Елеместі білесің ба, танисың ба, жоқ па? Батырхан Елемес әрдайым жасап тұрады сондай. Жай супермаркетқа барады да, бұрынғы чектарды салыстырады екен. Иә. Ол жерде қанша шықты? Есімде жоқ, көбірек. Енді қара. 40-50% арасында. Міне, 2021 жыл мен 2023 салыстырғанды көрдім мен. 45 па, 47 па пайыз сондай болды. Сұмдық қой. Ал шын мәнінде бұл деген инфляцияның қалай есептелінеді? Инфляция ол индекс потребительских цен дейді, тұтынушы бағаларының индексі, соған қарайды. Ал тұтынушы бағаларының индексі қанша көрсетіп тұр? 25% көрсетіп тұр. Ал бізде статистикада не көрсетіп тұр? Статистикада 11-13% көрсетіп тұр. Алдау ма? Кімді алды? Өз-өзін алдау ма? Үкімет қалай ол? Қараш, мұнда үлкен политикалық жағдай бар ғой, мысалы баспана деген, сосын тұтынушылардың сатып алған заттарының бағасы, ол үлкен политикалық жағдай. Өйткені андай бар ғой, товары первичной необходимости деген, мысалы сахар сияқты, тұз, ұн, макарон деген бар ғой, ол бағаларды қадағалайды ғой. Мысалы сондай продукттардың бағаларын дұрыстап қадағалайды. Қандай супермаркет болмасын, производитель болмасын, бағасын қатты өсірмейді, қатты өсірсе атата дейді. Заңда бар ма жоқ екен білмеймін, бірақ ол өте қатты қадағаланды. Қалған заттар қадағаланбайды. Политика деп тұрмын ғой, саясат. Неге саясат? Мысалы халыққа ұнамаса, халық көтеріледі, дұрыс қой. Мысалы ипотекада қандай политикалық жағдай бар? Халыққа арзан несие берсең, арзан ипотека берсең, халық демек не болады? Удовлетворенный болады. Ол удовлетворенный болса, айтады да, қазіргі біздің депутаттар, қазіргі біздің президентіміз жақсы жұмыс істейді екен, соған келесі рет дауыс берейік деп. Ол да популизмнің түрі. Бірақ кімнің қаражатына жасалған популизм? Салық төлеушілердің қаражатына, ұлттық қордың қаражатына жасалып жатқан популизм. Кейін солар айтады екен да, ұлттық қорымыз азайып баратыр дейді. Даже недавно болған ғой, біздің парламент ұлттық қордан емес, ЕНПФ-тен біздің жинап жатқан несиеден ақшаны алып отыр екен.
бюджетке? Жалпы 20 шақты бағдарлама бар, біз бана ипотека беретін. Соның енді статистикаға келетін болсақ, 2022 жылы 73% отбасы банк болған, 17% қателеспесем, 17% ғой, или 27% 7-20-25 бағдарламасы, қалған 10% коммерциялық банктар. Бұл деген сөз 90% үкіметтікі, үкімет беретін. Ал үкімет беретін ақша дейсің бе? Немесе ипотекаға салынған ақша дейсің бе? Мысалы, былай бастайын әңгімені. Кішкене түсіне қалдым. Отбасы банктың негізгі құрылтайшысы, қатысушысы ол ұлттық басқару холдингі бәйтерек. Учредитель, да? Иә. Ол деген сөз ол үкіметтің квазигоссектор болды. Ұлттық қорғы. Ал ол деген сөз ол үкіметтің ақшасы деген жалпы да, былай қарапайым тілмен айтқан кезде. Ал енді бағанағы 7-20-25-те мемлекеттік бағдарлама, отбасы банк деп мемлекеттік бағдарлама деп қарастырайық. 22 жылы сонда отбасы банк 70% 7-20-25 да 20% болса, ол деген сөз бүкіл ипотекалық құрылымда негізгі үлесті алып тұрған ол мемлекеттік ақшалар болып тұр. Мемлекеттік бағдарлама болғаннан кейін. Ал 23 жылы отбасы банктың статистикасы бойынша бүкіл берілетін ипотеканың 66% отбасы банк, 9% 7-20-25 бағдарламасы, а қалған 20-25% примерно ол коммерциялық банктар болып. Дегенмен бәрібір де үкіметтің үлесі өте орасан зор болып тұр. Енді қара, базалық пайыздық мөлшерлемеге келетін болсақ, мемлекетте бізде қанша? 16%. Дұрыс па? Коридор 1%. 15-те 6, 16-та 5. Енді ал берілетін несиелер олар 5%, 3,5% льготалық несиелер. Күшті, бірақ әрқайсысы ала алмайды оны. Енді қара, үкімет сонда өзінің бағанағы шығарып тұрған пайыздық мөлшерлемесінен төмен пайызбен қайтадан нарыққа ақша жіберіп жатыр. Ал нарық заңы қалай? Ақша көбейген сайын оның инфляцияға ұшырауы зор болады. Дұрыс па? Бұл деген сөз біздің бағанағы ипотека арқылы үкімет инфляцияны қоздырып жатыр. Сөз ма? Ол пирамиданың принципімен жұмыс істемей ма? Мысалы, сен минимум 3 жыл ақша салып тұру керексің, дұрыс па? Қазір сала бастаған адамдар 3 жылдан кейін квартира алады, дұрыс па? Пәтер алады. Демек, қазір пәтер алып жатқан адамдар қазір салып жатқан адамдардың ақшасын алып отыр ғой. Ол жерде әртүрлі адам бар. Ол жерде біреудің бағанағы депозитін сатып алу деген операциялар бар. Отмена жасады оны. Енді жай мысал айтып тұрмын. Басқаларда бар ғой, промежуточный аралық несие деген бар. Ол жерде сен 50% төлесең, қалған бір 7% береді. Бәрібір де базалық ставкадан төмен болып тұр. Мен оқығанмда 50% төлесең де 3 жыл жату керек минимум. Олай емес па? 50% мысалы менде бастапқы жарнаның 50% болса, бастапқы жарна 50% болса, ол бәрібір 3 жыл жату керек екен. Мен қателесуім мүмкін, бірақ ол нәрсе 3,5%, 5% льготалық ипотекалық десе сондай шарттар. Ал егер 7%-ғы бар, 10%-дары бар, олар бағанағы промежуточный дейді, аралық несие дейді. Сенікі тұрғын үй сенікі ипотекасы. Аралық ипотека дегеніміз ол үйдің 50%-ын берсең, сенде бір мүмкіндік болады. Белгілі бір пайызбен алғанға. Сондай бар. Мен қателесу мүмкін, әлбетте. Меніңше бүкіл бұл осындай программалар бар ғой. Оның қадірін көріп жүрген ол строительный компаниялар. Мен айтайын дегенім, бағанағы инфляцияны қоздырып тұр ғой. Ал олар айтады, халыққа біз 5%, 3,5%-дық льготалық несие беріп жатырмыз деп ойлайды олар. Дұрыс қой? Ал бірақ кім бар? Ассоциация финансистов Қазақстана деген бар. Қаржыгерлер, Қазақстанның қаржыгерлер ассоциациясының жасаған статистикасы бар. Ол жерде үйдің өзіндік бағасы мен сату бағасының айырмашылығы 3 есе дейді. Яғни 3 есе үстеме баға қояды. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз не? Халыққа 5% саған льготалық несие береміз дейді, бірақ 3 есе қымбат бағамен сатады. Халықты тонап жатыр ғой олар. Тонап жатыр, натурально.
просто бұл деген сөз олар айтады банағы ВВП дейді ғой, ішкі жалпы өнімнің 6% бізде банағы құрылыс саласында дейді. 6%? 6%. Тек қана 6%? Иә, ол жерде 630 мың адам жұмыс жасап жүр дейді. Бана жұмысқа қабілетті адамдардың 7,2% дейді. Ол деген сөз бана құрылысшыларды қолдауымыз керек деп тұрған жоқ қой. Ол жерде құрылысшылардың айлығы өсіп жатқан жоқ қой. Ол жерде банағы ірі компаниялардың лоббизмі сияқты. Себебі ол жерде құрылысшылардың айлығы өсіп жатқан жоқ. Ал ол жерде банағы басқа адамдардың, мысалы, мен де соны айтайын деймін. Білесіңдер ма? Көп құрылысшы білесіңдер ма? Жай құрылысшы болып жүрген адамдардың айлықтары көп болып жүргенін мен мысалы білмеймін. Енді олар көрдің бе, жамылады, банағы халыққа көмек программа беріңдер, бірақ инфляцияны қоздырады да, 5%-бен берген жарайды, бірақ үйді қымбат сатып жатыр ғой, 3 есе қымбат. Ол статистика бойынша өзінің құнынан. Олай квартиралар тұрмау керек. Жарайды. Бізде мысалы квадрат аз дейді, на душу населения, білмеймін, адам басына санағанда Қазақстанда нелердің недвижимостьтің, жылжымайтын мүліктің несі аз дейді, квадратурасы аз дейді. Мүмкін бұл логика бойынша бағасы өсу керек шығар. Бірақ баға еще неге қарайды? Баға неге қарайды? Спросқа қарайды ғой. Демандқа қарайды. Бағана көрдің, бағана аралық қой, бағана базалық ставка 16% болатын болса, олар льготалық несиені 5%-бен беріп жатыр, сол арқылы артық ақша экономикаға кіргізіп жатыр. Солай ғой бұлай. Қоздырып жатыр инфляцияны. Мынау жер кішкене спорный зат деп ойлаймын. Білесің ба, Мұқаш, неге? Мен айттым ғой жаңа басында. Адамдар 3 жыл өзінің қаражатын сол жерде жилстрой Сбербанкта қай жерде екенін ұстау керек деп. Айттым ғой жаңа басында. Меніңше сол адамдардың ақшаларын алып ана жаққа салып қойды да просто. Мүмкін, бәрі мүмкін. Перекладывание. Бәрі мүмкін. Енді бірақ кішкене ақша төлейді сол несиелік бағдарламаның жұмыс істеуін жүзеге асыру үшін кішкене ақша төлейді үстінен. Разница дейді ғой. Меніңше солай болып тұр. Ол сен айтқан сөз, мен айтып жатқан сөзбен ешқандай қарама-қайшы емес, бір-бірін жауап тұр. Бұл деген сөз бана льготалық бағдарлама жасаймыз деп, артық қылам деп тыртық қылып жатқан сияқты болып көрінеді маған. Былай қарапсаң көмектесіп жатыр, бірақ көмектесіп жатқан жоқ сияқты да. Иллюзия бар сияқты, зиян. Анау 5%-ға саған несие беріп тұрмын, бірақ үйдің бағасы 3 есе қымбат, оның нағыз бағасынан. Мысалы, сен ипотека алдың ба? Бар ғой ипотека. Бар. Осыдан бастамадық па? Осыдан бастау керек еді. Мысалы, бір сұрағым бар да саған. Мысалы, ипотеканы, мысалы, үйді мысалға 100 теңге алсаң, қанша теңге төлеп шығасың соңында? Ипотека деген сөз, ипотека деген, енді 2 есе төлейсің ғой. Ипотека мен алдандым деймін да. Ипотека алу қателік болды деп ойлаймын. Сеніңше қателік деп ойлайсың, иә? Меніңше қателік деп ойлаймын, иә. Сонда сен қазір бір жерге қазып қойдың, сол жерде тұрасың деген сөз дұрыс па? Иә. Кейбіреу сұхбатқа жазатын шығар. Оны сатуға болады деп. Ол аренда деген дұрыс емес, өз үйіңе төлеп жатсың ғой. Ипотеканы төлеп болғанша айлық төлемің кішкентай болады деп қазір бар ғой кейбір адамдар, айына 40 мың төлейтін адамдар, 50 мың төлейтін айлық төлемдерді. Ипотеканың 2 түрі болады, мана төлемнің графиктің. Біреуі аннуитетный, екіншісі дифференцированный, да, дифференциаланған деп біледі. Айырмашылығын айтып кетсең сен қазір. Аннуитетныйда сен былай мысалы тік 4 бұрышты алатын болсақ, тік 4 бұрышты диагоналынан былай бөліш, былай диагоналдан бөлесің да. Сол кезде бастапқы уақытта сен пайызды көп төлейсің, банктың пайызын көп төлейсің, ал негізгі қарызыңның аз бөлігін төлейсің. Түсінің ғой, аннуитет. Уақыт өте келе көбейіп кетеді да. Былай ғой, бастапқы уақытта сен пайызды ғана төлейсің ғой. Өзінің үйіңнің бағасын төлемейсің, пайызды төлейсің, дұрыс па? Тік 4 бұрыштың диагоналын бүйтіп аласың да, былай бөлетін болсаң, бастапқы уақытта сен пайызын көп төлейсің. Үйіңнің негізгі бағасы біртіндеп болды бүйтіп көтеріледі да, ипотекаң бітейін деп жатқан кезде сен уже үйіңнің бағаларын төлей бастайсың. Мәссаған.
тек соңында ғана өз үйіңнің құнын төлейсің, дұрыс па? Бірақ бұл жерде айырмашылығы, сен бір баған қояды, мысалы айына 300 мың теңге төлейсің или там 200 мың теңге төлейсің, сол өзгермейді біткенше. Ал дифференцияланған деген сөз, ол жерде сен бастапқыда бағана сенің негізгі үйіңнің төленетін бағасы, негізгі қарызы белгіленген бірдей болады барлық уақытта. Процентімен өзінің құны. Өзінің құны сол 20 жылға алдың ба, 20 жылға бірдей бөлінеді. Ал пайызы, олар банктың алатын пайызы бастапқыда көп болады, біртіндеп азаяды. Солай келеді. Сол ауыртпашылығы неде? Ауыртпашылық басында сен көп төлейтіндігінде. Негізі дифференцияланған кестемен адамдар графикпен көбірек ұтады шын мәнінде. Бірақ банк саған ең бірінші ұсынатыны не? Ол аннуитетке қарағанда дифференцияланған. Ұтымды болып келеді. Саған 4% деген ол не, аннуитет па, дифференциалданған ба? Ол аннуитет. Мен былай көз алдыңа елестеткім келіп тұр. Дифференциалданғаннан, түсінікті. Басында көп төлейсің да, получается. Ол былай график қой, былай түсіп баратқан график болып келеді. Дифференциалданған ба? Ол жерде бағанағы негізгі сенің қарызың бірдей болады. И бағанағы бірақ пайызды бастапқы уақытта төлейтін пайызың көп болады. Жайлап пайызың неге көп болады онда? Мен оны ұқпадым. Банк енді барынша бастапқы уақытта пайызын көп алуға тырысады. Сол үшін бәрібір де ол сенде пайызды бірінші қояды. Ал айырмашылық неге бірдей салмайды дегенім да, пайызын мысалы жылдық мөлшерлеме 20% болса, 20% неге болып кете береді? Мысалы 100 теңге алдың 10 жылға, демек құны 10 теңгеден әр жылы, әр жыл 10 теңгені төлеп тұрсыз. Кейін 20% үстінен қосады да, 100 теңгеден ғой, 20%, үстіне 20 бар, дұрыс па? 10 теңге үстіне 30 теңге төлеп тұрасың әр жылы, дұрыс па? 10 жылда қанша? 300 теңге төлеп шығасың ба сонда? Жалпы, сол туралы айтып тұрмыз ғой біз. Мәссаған. Енді аннуитеттің көкесі. Бірақ енді инфляцияның деңгейінде көрдің ғой, 20% болып тұрды. Көрдік, Бұл деген экономикаға сенімсіздік, Қазақстанның ұлттық экономикасы сенімсіздік. Халықтың өз экономикасына сенімсіздігі, дұрыс па? Сосын барар жер қайда, үй алу керек, бір жерде тұру керек, не істейді? Бүкіл азиаттықтарға ортақ нәрсе деп ойлаймын. Мысалы, қытайлармен сөйлессең, сосын басқа да даже жақын арадағы кімдер бар ғой, азиаттар, біздің түркі елдерінде өзіңнің үйіңнің болғаны must have дейді ғой. Өзің үйің болмаса, сен басқа біреуден кем болғандай боласың. Мысалы, ақш-та немесе Канадада адамдар жалға ала береді үйлерін. И нормально. Олар үйлерін тек қана қанша? 35-45 жастарында сатып алады екен. Өз баспанасын. Біз болсақ, енді университет бітіріп, 22 жастағы адамнан үйдің болған көргіміз келеді да. Бірақ олай емес қой. Олай таппайды ғой ақшаны адамдар. Анау не дейді? Ұлы дала баласы дейді ғой қазақтар. Ұлы дала баласы емес. Мынау біз несие алғаннан кейін ипотекалық ұлы дала борышкерлері болдық та. Мен жаман айттым ғой. Сондай сөз бар. Сонда ұлы даламыз үйге емес, көрге арналған десей. Ана мордгейджден шықсақ. Жалпы да, Мысалы, біздің мазарларымыз үйлерден артық әдемірек десе. Бірақ енді шешім қалай? Шешім қалай? Біз енді сын айта білеміз, сын айтсақ. Біз екеуміз үшін макроэкономист емеспіз, дұрыс па? Біз енді адамның осыған қалай реакция жасай алатынын тек айта аламыз, дұрыс па? И то 100% біз дұрыс айтып жатырмыз деп айта алмаймыз. Сен өзіңше жасадың, мен өзімше жасадым. Енді көрерменіміз өздері шешім жасайды деп ойлаймын. Бірақ меніңше бүкіл затқа, өзіңнің өміріңе болсын, өзіңнің ақшаңа прагматично қарау керек деп ойлаймын. Ойлап қарау керек деп ойлаймын. Өйткені заман қиын, құбылмалы, өзің айтып кеттің ғой бұрын, вука деп. Сол заманға сай біздің жасап жатқанымыз, меніңше, халыққа
қаржыға қалай қарау керек екенін көрсету деп ойлаймын. Біз сонымен көмектесіп жатырмыз деп ойлаймын халыққа. Бағанағы айттық қой, ана дағдарыс келуі мүмкін депші. Бана CDO-дан шыққан дағдарыс 2008 жылы. Қазақстанға келеді деп ойлайсың ба? Әлбетте келу мүмкін, мен келеді деп ойлаймын, себебі біз үлкен жаһандану процесінде орналасқанбыз. Енді банағы 2008 жылы ипотекалық дағдарыс болған кезде биткоин шықты ғой, байқайсың ба? Биткоин 2009 жылы шықты. Биткоиннің бірінші блогында жазылған сөйтіп. Таймста статья болып қой, әлемдік дағдарыс туралы статья болды. Таймс деген журналда статья болған, дағдарыс туралы. Ең бірінші блогында сол мақалаға сілтеме жазылған биткоиннің. Биткоин неге осындай болып кетті? Өйткені оның идеясы бар да. Біз дағдарысқа қарсымыз деген. 2009 жылы 3 қаңтарда ма шықты? Өйткені ақша жасала береді. Ақшаны жасау, оны принтермен жасайтын болады ғой. Ақшаны неғұрлым көп печатать етсе, соғұрлым көп инфляция болады. Олай болмау керек деген сөз да. Делдалдар көбейіп кетті ғой, мысалы Қазақстанда егер кез келген базарға, жарайды, қарапайым мал базарына кіретін болсаң, мал сатушылардан делдалдар 2-3 есе көпті. Ол деген сөз нарықта да сондай да. Мысалы MasterCard, Visa деген төлем жүйелерінің өздерінде де белгілі бір пайыздық мөлшерлеме ұстайтындар бар. Ал биткоин шыққаннан кейін олар уже ойын несін өзгертіп жіберді да, ол стейбл койнды шығарып жатады. Сол сияқты мен ойымша мынау CLO дейді ғой, мен ойымша осы жақында егер дағдарыс болатын болса, біз оған келе жатқан сияқтымыз. Себебі біздің өзіміз анау көрген шығарсың, бана Инстаграм, тиктоктарда өте көп несиесі бар адамдар бар. Былай Каспин көрсетеді ғой. Қазақстанда өте көп несиесі бар, арты бекітілмеген, ешқандай қарыз қайтарымсыз NPL несиелер бар, және бұл көрініс әлемде де бар деп ойлаймын. Енді сол дағдарыс болатын болса, қайтадан биткоин күшеюі мүмкін. Биткоин күшеюлерінің себептерінің бірі сол болуы мүмкін. Әрине. Алтынның, биткоинның, сосын S&P 500-дің күшеюі содан болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен өз ойымды бітіргім келіп тұр. Мен айттым ғой, мен жалға аламын пәтерімді. Бірақ жалға алсам да, мен ақша жинай аламын. Ол ақшаға қайтарылымды көбейте аламын. Ол ақшаға бизнес аша аламын. Соны үшін мен ипотека алмағаныма еш өкінбеймін. Ол жақты ойлаймын да, үй алғым келсе, осылай алып қаламын ба деп ойлаймын өзім. Керек болса. Өзім ұнаған жерде аламын. Өзіме ұнаған үйді аламын деген ойым бар. Осындай мақсатпен өмір сүріп жүрмін. Бірақ мақсатым тек үй емес. Мақсатым ол идеялар, мақсатым продакшн дейді ғой. Тек жай потребитель сияқты өмір сүрмеу, бірдеме жасау. Құру. Контент консюмер емес, контент креатор дейсің. Тек қана контент емес, полезность дей ма? Пайдалы болам дейсің. Пайдалы. Әлбетте. Бір жағынан енді сол ғой, енді анау өзіндік құннан 3 есе қымбат қылып сатып жатқаннан кейін үйлерді. Көріп тұрмын. Неге төлеп жатқаныңды? Әділетсіз екенін көріп тұрмын, соны үшін ала алмаймын. Мысалы, айтады ғой, кейбір квартираларды қараймын да, 30 миллион, 50 миллион тұрады, кейбір квартиралар, мысалы, 50 миллион тұрады, мысалы, 3 бөлмелі пәтерлер. Көбісі ұнайтын пәтерлер 50 миллион, сосын одан жоғары тұрады, мысалы. Қараймын да, кішкене бағасына сай емес деп ойлаймын. Материалына қарайсың, даже стенасына қарайсың, оны BI-дің нелерін көрдім, үйлерін. Мысалы, Алматыда көргенде шок болдым. Астанада жарайды, бізде жер сілкінісі жоқ. BI-дің үйлерін қарасам, мынандай. Өзім BI-дің үйінде тұрған бір рет. Таңертең барасың ғой туалетке. Анау конференция зал сияқты. 1-ші этажда тұрсаң, 9-ші этаждағы кімді естисің ғой өзің. Брат, қалайсың? Сонда көрдің бе, лоббистердің көбейіп кеткендігі ғой, бана құрылыс компаниясында да лоббистер үкіметті қандай көрдің бе? Қандай қылып былай система ниппель дейді ғой, қинатып жіберген да. Миллиардер болып алып айтады ғой, о народе думайте, дайте ипотечную программу деп. Құрылысшы жұмысшылардың жағдай жасап жатса мейлі екен, жарайды. Жоқ, ол жерде дивидендтердің әңгімесі жүріп жатыр ғой. 3 есе даже киімнің өзін бірге бір қосса біз көп дейміз ғой.
ал олар 1-ге 3 қосып жатыр. Сондықтан сөздің түйіні болсын. Жарайды. Банағы ипотека дегеніміз ағылшын тілінде mortgage, mort деген ол өлім, engage деген ол бір нәрсемен айналысу, бір нәрсеге әуес болу. Ал француз тілінен des pledge, ағылшынша, француз тілінен ағылшыншаға аударғанда des pledge, өлімге дейін кепілдік деген сөз ғой. Кепілдік па не ол? Залог емес, енді кепілдік залог қой. Бірақ ол жерде обязательство до смерти деген ба? Өлімге шейін қарыз деген сөз. Қазақша солай айтуға болады. Сол үшін ипотеканы қолдамаймын. Мен де қолдамаймын. Ипотеканы алсам тек несие арзан болған кезде ғана аламын. Осылай сұхбатымыз әдемі болды деп ойлаймын. Иә, қош. Үміттенемін. Жақсы. Аман сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, подписка. Все, жақсы.